Армысыздар, ТТК 42 арнасының эфирінде күнізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Ірі кәсіпорын директоры мемлекетке миллиардтаған шығын келтірген. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінің кезекті тексерісі кезінде белгілі болды. Енді кәсіпорынның 54 тапсырыс берушісі жалған шот фактура үшін салық төлеуге мәжбүр. Дау-дамай туралы толығырақ алдағы сюжетте. Салық төлемесі үшін өз кірісін тиісті органнан жасырып, түрлі айла амалдарға жүгініп жатады. Сондай кәсіпкерлердің бірі кәсіпорын атынан 54 тапсырыс берушіге жалған шот фактура жазған. Алайда мемлекеттік кірістер комитеті айла шарғының жолын кесті. Осы жалған мәмілелері арқылы тапсырыс берушілер салық есептілігіндегі шығындарды заңсыз арттырып, салық міндеттемелерін азайтқан болатын. Сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін мемлекеттік кірістер органдары камералдық бақылау немесе салық аудиті шеңберінде талап қою мерзімі шегінде төленбеген салықтарды тапсырыс берушілерден талап ететін болады. Яғни бұлар салықтарын төлеуге міндеттеледі. Бүгінгі таңда жалпы шығын сомасы 183 миллиард теңгені құрайтын 618 қылмыстық іс қозғалған. Құзыретті орган тарапынан тиісті шаралар атқарылуда. 2019 жылдан бастап тәуекелі жоғары салық төлеушілер бойынша үзінді көшірмені шектеу жөніндегі пилоттық жоба іске қосылды. Бүгінде 8000 салық төлеушіге электронды шот фактуралар жазылды. Тәуекел айналымының сомасы 3 триллион теңгеден астам. Бүгінгі таңда 8000 салық төлеушіге электрондық шот фактураларды жазу мүмкіндігі шектелген болатын. Мұндағы тәуекел айналымының сомасы 3 триллионнан жоғары. Бұдан кейін наразылық талап қою жұмысы жүргізілуде. Оның нәтижесінде бүгінде 529 миллиард теңгеге электрондық шот фактура жазған мекемелердің тіркелуі жарамсыз деп танылған болатын. Өткен жылмен салыстырғанда салық бойынша түсім 2 триллион теңгеге көбірек. Республикалық бюджет жоспары артығымен орындалды. Мұнай экспорттық кедендік баждар, корпоративтік табыс салығы, импортқа қосымша құн салығы және пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық бойынша бюджетке түсімдер артқаны байқалуда. Бұған негізгі экспорттық позицияларға бағаның өсуі, көрші елдермен тауар айналымы және өткізу бойынша айналымның ұлғаюы әсер етті. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТТК 42 телеарнасы. Ақтөбе облысында белгісіз мал ауруы тарап, 4 түлік жаппай қырылып жатыр. 60 бас сиыр мен қой қауіпті инфекцияны жұқтырып үлгерген. Мал дәрігерлері ауру одан әрі таралмасы үшін жануарларда егуді бастап кетті. Елді дүрліктірген қандай ауру? Келесі сюжетте. Бестамақ ауылында аусыл ауруы тарағаны жөніндегі хабар ақтөбеліктердің есін шығарды. Ауру жұқтырған Зеңгі баба төлінің аузы көпіріп, 2 күн қорексіз жатып қалған. Оларды қалған малдан бөлектеп емдей бастады. Әміржан Әліп өзінің 4 ірі қара малы ауру жұқтырғанын айтады. Мына сиыр ауырды, осы келгеннен кейін сол аузын дізбен сыладым, сосын симптоспрей септім, 3 күнде осы жазылды. Осы сиыр. Міне, осы тұрған сиыр осы. Қалай ауырды, айтшы? Қалай ауырғанда бұл не келгенде бір аузынан суақты, соның хозяин звонады, солай. Сосын келгенде аузын дізбен симптоспрей істедім, 3 күн істедім, 3 күнде кетті. Бүгінде қауіптің беті сейілді. Ветеринарлық лабораторияда белгілі болғандай, бұл аусыл емес, инфекциялық ринотрахеит екен. Аталмыш ауру қауіпті болғанмен емдеуге болады. Адамға жұқпайтындықтан ауылдар карантинге жабылмайды. Мал тек ірі қара малдың бұл шөп жей алмайтын себебі. Ол жанға батып, малдың құлап қалатын ауру емес, бұл тамақ жей алмайды. Сіз айтқанда аусылда халық айтып отыр ғой, бұл да сол сияқты тілде тек тамақ жей алмай қалады, шөп жей алмай қалады. Бірақ дегенмен де халық аузына тұз құйып, шайып нетіп жатыр. Қылды өтірік айтпаймыз, сен айту керек халықтың. Бірақ малды 2-3 күннен кейін ол малдар шөпке қарап кетті. Бүгінгі таңда менде ауыртуған мал жоқ. Малдарды аман, халықта адамдарымыз аман бізде. Статистикаға сүйенсек, Алға ауданының өзінде бұл аурудан 7 сиыр арам қатқан. 3 ауылда 60 бас ірі қара мал ауру жұқтырған. Ветеринар дәрігерлер аурудың таралу ошағын анықтап жатыр. Өзге елді мекендерде жағдай тұрақты. Дегенмен де тұрғындарда жалғыз күнкөріс көзінен айырылып қаламыз ба деген қорқыныш басым. Айдос Ашыкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТТК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Қостанай облысындағы Тимофеевка ауылы әкімінің балағат сөздерді қарша бұратқан видеосы әлеуметтік желілерде лезде тарап кетті. Видео авторының айтуынша елді мекен басшысы Асылжан Нысанбаев қарамағындағы адамдарға қол көтереді екен. Ауыл тұрғындары мұндай дөрекі бейәдеп сөздер айтатын адам әкім болуға лайық емес, орнын босатсын деп талап етуде.
Қазнетті шарлаған видеодағы басты кейіпкер Асылжан Нысанбаев бір күнде өзінің бейәдеп қылығымен бүкіл елге танымал болып шыға келді. Бейнежазба авторы Юрий Ивановтың айтуынша, ауыл әкімі оған қол көтеріпті-мыс. Бұған еш дәлел жоқ, алайда Нысанбаевтың өзін дөрекі ұстағаны бейнежазбада тайға таңба басқандай көрініп ақ тұр. Вы меня били, пожалуйста. Держите его. Вы меня били, пожалуйста. Заткнись меня, слушай. Я тебе сейчас вынесу, закопаю, чудо. Ал әкімнің айтуынша, желіде ескен жазба тек үзінді ғана. Сол күні ол видео авторының анасының үйіне полицияға үстінен осы азаматтан арыз түскенін білген соң барыпты. Белгілі болғандай, Юрий Иванов ішімдікке сылқия тойып алып, үйде жанжал шығарған. Әкім ер адамды үйіне жіберіпті. Анасының өтініші бойынша үйге жеткеніне көз жеткізу үшін барған мезетте әйелі бар болған жайды видеоға түсіріп алған екен. Жұбайы бәрін планшетке түсірді. Бұған дейін айтқанымның бәрін кесіп тастап, тек сол жерін қалдырыпты. Ол кезде мен ашуланғандан өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Аудан әкіміне сол мезетте жаздым. Бұлары болды, бояуы сіңді. Енді не боларын тәртіптік кеңес пен басшылық шешеді. Барлығынан дөрекі сөздерім үшін кешірім сұраймын. Тәртіп сақшыларының хабарлауынша, ауыл тұрғыны әкімнің үстінен жазған арызын кері қайтарып алыпты. Әкімнің бейәдеп қылығына қатысты қатаң сөгіс жарияланды. Еркебұлан Серікұлы, Елена Досова, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Қостанай облысынан. Облыста жаңа жайық су арнасы деп аталатын коммуналдық мекеме пайда болады. Бұл туралы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Мержан Мұртазиев мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңа коммуналдық мекеме ауыз су құбырларын тарту, су жүргізу сынды аудандық және ауылдық жерлердегі суға қатысты мәселенің барлығын бір арнаға біріктіреді. Оның құрамына Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де кіретін болады. Су беру жүйелері және су бұру жүйелері осы аталған мекемемен қызмет көрсетіліп болжам бар. Бір сөзді айтқанда, барлық аталған мекеме жалпы облыс бойынша су беру мәселесімен айналысады. Маңғыстауда жасөспірімдерді жүкті және бала емізетін әйелдерді Pfizer препаратымен вакцинациялау басталды. Айта кетейік, 12 жастан 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерге шетелдік вакцина тек заңды өкілдердің келісімімен егіледі. Вакциналау пункттерінің бірі Ақтау қаласының жеке клиникасында ашылды. Pfizer вакцинасын алған алғашқылардың бірі бала емізетін жас ана Қымбат Мазақбаева. Әйел адам екпені дәрігерлер рұқсат еткеннен кейін саналы түрде қабылдағанын айтады. Осылайша ол өзін және айналасындағыларды қорғамақшы. Мен міне вакцинацияны алып шықтым. Ең алғаш оған кірмес бұрын мені дәрігерлер қарап өтті. Қан қысымды, жалпы жағдайымды. Содан біз вакцинация алдық, жағдайым жақсы, бар ойдағыдай, ешқандай ауырлық сезіп тұрған жоқпын. Бүгінгі таңда шетелдік препаратпен осы клиникада 12 адам вакцинацияланды. Басшылықтың айтуынша медициналық нысанға Pfizer препаратының 48 адамға жететін 8 құтысы берілген. Қажеттілік туындаса, оның санын арттыру көзделіп отыр. Қазіргі бүгінгі таңда біздің өзіміз клиникамыздың өзінде 1176 адамға салуға жоспарлаған болатынбыз. Бір неде флаконда 2 граммдық, яғни 6 адамға есептелінген 0,3 миллилитрден бұлшық етке енгізіледі. Бір тәулік ішінде Маңғыстау облысында Pfizer препаратымен 30 адам вакцинацияланды. Олардың 6-ы жасөспірім және 24-і бала емізетін аналар. Мейірман Нұрманұлы, Еркебұлан Серікұлы, Мұқағали Нұрдәулетов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы, Маңғыстау облысынан. 2021 жылдың қарашасында Батыс Қазақстан облысының аумағынан 893 азамат шетелге қоныс аударған. Олардың көбі, яғни 856 адам тмд елдеріне көшіп, ал 37 азамат ал шетелге кеткен. Өзге елдерге көшкен жандардың 241-і бала екен. Бұл туралы көші-қон басқармасының мамандары хабарлады. Өткен жылы облыстың 703 тұрғыны көк паспорттан бас тартып, өзге елдің азаматы болу үшін өтініш берген. Ал Қазақстанға 12 мыңнан астам азамат уақытша келген. Еліміздің шекарасынан асқан жандардың көбі тмд елдерінің азаматтары. Сала мамандары биыл 66 адам Қазақстанның азаматтығын алғанын айтады. Батыс Қазақстан облысы бойынша 10 айдың ішінде шетел азаматтары, уақытша тіркелген шетел азаматтары 12971 азамат. Олардың ішінде қызмет бабымен келгендер бар, жұмысқа келгендер бар, жеке шаруалармен келгендер, туризм, білім алуға келгендер бар.
Мемлекеттік білім беру ұйымдарының басшылары бір орында 7 жылдай жұмыс істесе ротацияланады. Бұл туралы еліміздің бас педагогы Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Министр бұл жаңалығын Facebook парақшасында жазды. Бір ұйымда 10-15 жыл және одан да көп жұмыс істейтіндер аз емес. Әрине олардың арасында өз жұмысын жақсы білетін және мектеп, колледж, мектепке дейінгі немесе қосымша білім беру ұйымдарының дамуына елеулі үлес қосқан басшылар да бар. Дегенмен 10-15 жыл бойы бір орында отырып, өздерінің бастамашылдығы мен дамуға деген ынтасын жоғалтатын мектеп директорлары да бар. Егер басшы ұзақ жылдар бойы бір білім беру ұйымын басқарса, бұл мотивацияның төмендеуіне, жұмыс барысында жаңа тәсілдердің болмауына әкелуі мүмкін дейді. 4 жыл немесе 7 жыл бір орында қызметін ауыстырмаған директорлар өзге мекемені басқаруға көшіріледі. Қызметтік ауыс-түйіс бір елді мекенде бір деңгейдегі ұйым басшылары арасында жүргізілмек. Бір білім беру ұйымына жетекшілік ету мерзімі 7 жылдан аспауы тиіс. Екіншіден, ротациялаудың төмендегідей шарттары бар. Ротациялауды облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың білім басқармалары жүзеге асырады. Ротация бір елді мекен аумағында жүргізіледі. Ротациялауды бір деңгейдегі ұйым басшылары арасында жүргізеді. Ротациялау кезінде бірінші басшылардың біліктілік санаты, яғни аталған санат үшін төленетін қосымша ақы да мерзімі аяқталғанға дейін сақталады. Ашықтық пен объективтілікті қамтамасыз ету үшін ротациялау туралы мәселені қарау үшін комиссия жұмыс істейтін болады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі әзірге осы, ал орыс тілді ақпараттармен әріптесім Сергей Уланов таныстыратын болады. Спасибо, Еркебулан. Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Решение о проведении новогодних корпоративных праздников будет принимать главный санитарный врач каждого региона отдельно. Об этом заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации. Саннормами общепиту ограничили количество гостей, но рестораторы хотят, чтобы им разрешили культурно-массовые мероприятия. Это свадьбы, корпоративы, банкеты и поминальные обеды. Санитарные врачи, у которых сейчас больше полномочий, чем раньше, пока на это добро не дают. В столице кафе и ресторанов больше 3000, но пока банкеты проводят лишь те, вместимость которых не больше 50 посадочных мест. Рестораторы возмущены тем, что им не разрешают зарабатывать деньги. Открытие большого сезона корпоративов с затаенным дыханием ждут все рестораторы. А министр уточнил, что решение о проведении корпоративов будет за главным санитарным врачом того или иного региона. Но сейчас в зависимости от каждого региона будут устанавливаться определенные требования по количеству людей, находящихся там в организациях, там общепита, либо там это концерты. То есть есть определенные требования, и главные санитарные врачи региона, они будут определять именно градацию, сколько нужно, в зависимости от количества мест, допустим, посадочных, сколько процентов можно, в зависимости от зоны, желтая, красная или зеленая. Но санврачи на местах противоречат словам министра. Напомним, в Алматы запрещены любые коллективные мероприятия, включая новогодние корпоративы. Главный санврач города отметил, что проведение массовых корпоративов и утренников может привести к серьезным последствиям. Причем, по его словам, коллективные мероприятия, независимо в какой зоне мы находимся, в красной, желтой или зеленой, запрещены. Утренники могут привести к серьезному перезаражению. То же самое будет и на корпоративах, заявил Бекшин. Хотя сейчас в кафе есть доступ до 50 человек. В свою очередь, министр снова напомнил о важности вакцинации. То есть задача у нас сейчас такая, понятно, сейчас ситуация улучшилась, сейчас мы видим, спад идет, как-то все мы хотим быстро социализироваться, но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что в Европе творится сейчас, локдаун объявляется, что делается в России, в наших приграничных соседях. То есть мы должны быть сейчас такие немного еще настороженные, для того, чтобы у нас не превратилось то, что было летом или в прошлом году. Поэтому для нас очень важно сейчас сдержать эту ситуацию, быстрее вакцинироваться. Рестораны и бары – это не только рабочие места в виде поваров и официантов, это целая индустрия, говорят экономисты. Естественно, в алгоритме санврачей прописаны условия нахождения гостей. Это соблюдение дистанции между посетителями 2 метра, и это между соседними столами. Если вы решите посетить кафе компании, в ней должно быть не больше 5 человек, и это далеко не все санитарные требования. В кафе должна быть чуть ли не стерильная чистота, обязательный дресс-код персонала, маски и перчатки. На входе у посетителей должны замерять температуру. И всю эту композицию завершает дозатор с антисептиком. Впрочем, рестораторы готовы соблюдать все саннормы, лишь бы дали добро на новогодние корпоративы. Бауржан Шайхмет, Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.
Внедрить институт омбудсмена по защите прав потребителей планируют в Казахстане. Об этом стало известно на заседании правительства. Кстати, для защиты прав потребителей в Казахстане могут ввести уголовную ответственность для коллекторов. Планируется рассмотреть возможность объединения всех общественных организаций потребителей с разветвленной системой представительства в регионах, а также создать институт омбудсмена на базе неправительственных организаций. Эксперты считают, что в нашей стране недостаточно жестко относятся к тем, кто серийно обманывает потребителей или предоставляет им некачественные товары и услуги. Манипуляции с ценниками, например, когда на товаре указана одна стоимость, а на кассе она оказывается другой. По словам правозащитников, такие действия квалифицируются как введение покупателя в заблуждение. Однако магазины научились маскировать это нарушение под ошибку, заявляя, что сотрудник прикрепил не тот ценник. Теперь рассматривать подобные жалобы поможет омбудсмен по защите прав потребителей. Такой же, как вот по защите прав потребителей, предпринимателей, детей, прав детей и так далее. Это рупор, который позволяет очень быстро доводить проблемные вопросы до соответствующих структур, до государственных органов, до общественности. Еще одна частная ситуация – навязывание услуг. По словам экспертов, в услугах мелким шрифтом написано 10 страниц, которые вы устанете читать и забудете, зачем вообще пришли. Поэтому люди часто соглашаются, не читая, и выполняют скрытые требования. Особенно подобная практика распространена в банках. Человек приходит в банк, а ему начинают планомерно втюхивать самые разные услуги, начиная от страховки и заканчивая специальными СМС-оповещениями, большая часть которых потребителю не нужна. Также часто банки продают долги коллекторам, на которых чаще всего жалуются потребители. Правда, теперь для них закон станет жестче. По поручению главы государства в целях защиты прав граждан от незаконных действий коллекторских организаций агентством прорабатываются дополнительные меры по ужесточению регулирования коллекторов, включая предложенное Генеральной прокуратурой введение административной и уголовной ответственности работников коллекторских агентств. Еще один сектор, где часто встречается навязывание услуг, это медицинские организации. Потребителя убеждают, что для получения той или иной медуслуги нужно сдать анализы. И не 2-3, а 50. Люди думают, со здоровьем не шутят и тратят огромные суммы, заключают правозащитники. А все потому, что в Казахстане недостаточно развита система выплат моральных компенсаций, считают эксперты. Сегодня человек в случае нарушения его прав получает возмещение, несоразмерное потраченному времени. Поэтому нерадивые поставщики уверены, если кто-то и дойдет до конечного этапа разбирательства, они отделаются легким испугом. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. К 2025 году в Западно-Казахстанской области планируют обеспечить чистой питьевой водой всех жителей региона. На данный момент обеспеченность составляет 88%. Порядка 200 сел до сих пор не имеют централизованного источника воды. В большинстве из них планируют установить комплексные блок-модули. Локальные системы очистки позволят экономить бюджетные средства. На совещании в областном акимате сообщили, что в результате реализации программ Акбулак и Нурлы-Жер чистой питьевой водой было обеспечено 230 сел. На эти цели выделено более 32 миллиардов тенге. Было построено более 4000 километров водопроводных сетей. В 21 западно-казахстанском селе до сих пор производится подвоз воды. 186 населенных пунктов не имеют централизованного водоснабжения. И эта проблема требует больших финансовых затрат. 66 сел мы будем подводить центральное водоснабжение. 120 сел у нас будет устанавливаться комплексный блок модулей, это КБМ-установки. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области у нас реализуется 20 проектов в 21 сельском населенном пункте по подведению центрального водоснабжения. И за счет местного бюджета планируем установить 9 КБМ-установок. Отметим, что в селах Западно-Казахстанской области начата установка комплексных блок-модулей. В этом году на 9 систем очистки воды выделено 113 миллионов тенге. Это дешевле, чем тянуть небольшие села водопроводы, каждый из которых обходится в сотни миллионов тенге. Решается вопрос и водообеспечения областного центра. Аким Уральска проинформировал, что было перебурено 18 подземных скважин, что позволило увеличить объем подачи воды. Запасы воды, которые подаются в город Уральск, суточный запас из 22 тысяч метров куб в сутки подняли до 27 метров куб в сутки объем. Это первое. Второе, мы это в 5 местах по территории города Уральска поставили расходомеры. Это мы уже точно знаем, в каких объемах, какие части города потребляют воду. И зимнее время, и летнее время.
Аким области Галий Искалиев потребовал от подчиненных контролировать эффективное использование бюджетных средств. При определении победителей конкурсов госзакупок необходимо отдавать предпочтение местным подрядным организациям. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. За последние 20 лет в Чингерлауском районе Западно-Казахстанской области в 2 раза выросло поголовье скота. Об этом сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций. Сейчас в районе насчитывается 40 тысяч голов крупнорогатого скота и более 8,5 тысяч лошадей. Вместе с этим обострилась проблема беспризорных животных, которые зачастую становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. В районе была построена штрафплощадка для бесхозного скота. С начала года были даны предупреждения 288 жителям района и были привлечены к административной ответственности 28 лиц. Также в текущем году у нас в районе построены поля фильтрации для слива канализационных вод. А в Актюбинской области неизвестная болезнь массово поражает скот. Первыми тревогу забили жители Алгинского района. Опасную инфекцию обнаружили у 60 коров и овец. Ветеринары уже начали экстренно вакцинировать животных. Что за недуг поражает домашний скот, выясняла Лейла Уесова. Слухи о том, что в селе Бештамак вспышка ящеров взбудоражили актюбинских животноводов. У зараженных коров изо рта шла пена. Они не могли жевать и слегли за 2 дня. Их сразу же отделили от остальных животных и начали лечить. По словам Амиржана Алыпа, на его подворье заболели сразу 4 буренки. Вот эта корова у меня первая заболела. Я стал солью обрабатывать ей рот. Купил спрей в аптеке, лечил разными способами. Сейчас вроде лучше стало. Мы уже испугались, что они умрут от истощения. Подумали, что это ящер. К счастью, опасения не подтвердились. В ветеринарной лаборатории у зараженных животных обнаружили вовсе не ящур, а инфекционный ринотрахеид. Заболевание тяжелое, но поддается лечению и не передается человеку. Поэтому закрывать села на карантин не будут. Это не такое опасное заболевание, как ящур или чума. Инфекция поражает слизистую, поэтому животные отказываются от еды, лежат и не двигаются, но их можно вылечить. Тем не менее, без падежа не обошлось. По данным властей, только в Алгинском районе от этой инфекции погибли 7 коров. Всего в 3 аулах заболели 60 голов крупного и мелкого рогатого скота. Ветврачи ищут источник заражения. По их словам, в последний раз вспышку инфекционного ринотрахеита в регионе фиксировали 5 лет назад. В других населенных пунктах обстановка стабильная, но сельчане напуганы, они боятся потерять единственный источник дохода. Специалисты начали экстренно вакцинировать животных и просят при первых же симптомах болезни обращаться к ветеринарам. К слову, только в Алгинском районе на сегодня уже привили около 8 тысяч голов крупного рогатого скота от этой инфекции. Лейла Уэсова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбинская область. 893 человека покинули Западно-Казахстанскую область с начала текущего года. Как сообщают в управлении миграционной полиции, 856 человек из них переехали в страны СНГ, 37 человек уехали жить в страны дальнего зарубежья. В прошлом году от гражданства Казахстана отказались порядка 700 жителей области. При этом есть и обратная статистика. Некоторые, наоборот, желают получить гражданство Казахстана. С начала текущего года в Казахстан временно прибыли свыше 12 тысяч граждан. 66 человек, прибывшие в Западно-Казахстанскую область, в текущем году стали полноценными гражданами Республики Казахстан. В Мангыстауской области, как и во многих других регионах страны, началась вакцинация от коронавирусной инфекции подростков, беременных и кормящих женщин препаратом Pfizer. Только за сутки прививку зарубежной вакцины получили 30 человек данной категории. Напомним, что подростков с 12 до 18 лет вакцинируют только с согласия законных представителей. Как проходит вакцинация на полуострове, расскажет моя коллега Салтанат Айджанова. Один из пунктов вакцинации развернули в частной клинике города Актау. Одной из первых вакциной Pfizer привилась молодая кормящая мама Кумбат Мазакпаева. Женщина признается, она осознанно получила прививку, как только им разрешили. Тем самым она обезопасила себя и свое окружение. Я только что получила прививку. Перед этим меня осмотрели врачи. Сейчас я чувствую себя хорошо. Никаких жалоб после вакцинации не наблюдается. На сегодня зарубежным препаратом данной клиники вакцинировали 12 человек. По словам руководства, медицинскому объекту передали 8 флаконов препарата Pfizer, который рассчитан на 48 человек. По мере необходимости это количество увеличат.
Мы планируем привить препаратом Pfizer 1072 человека. Это кормящие женщины, беременные и подростки, которых вакцинируем исключительно с разрешения родителей. Стоит отметить, один флакон объемом 2 грамма рассчитан на 6 человек. За вторым компонентом приходят через 21 день. Только за сутки в Мангистауской области препаратом Pfizer вакцинировали 30 человек, 6 подростков и 24 кормящие мамы. Салтан Тайджанова, Мухагали Нурдаулетов, ТДК-42 из Мангистауской области. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.